Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен Нью-Йорк чизкейкінің рецептімен бөлісемін. Ал сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Рецепттің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Алдымен чизкейктің астыңғы бөлімін дайындап аламыз. Ол үшін печеньені өзімізге қолайлы әдіспен үгітіп аламыз. 1 шай қасық грек жаңғағы ұнсын қосамыз. Үстіне ерітілген сары май құямыз. Қоспаны жақсылап араластырамыз. Осы қоспаны алып, қалыпқа салып тегістейміз. 1 келкі түзу болып шығу үшін стакан немесе қасықты қолданамыз. Егер бар болса, қабырғасы алып салынатын қалыпты қолданған дұрыс. Чизкейктің қамырын мұздатқышқа қоя тұрамыз. Шұңғыл ыдысқа сүзбелі ірімшікті саламыз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, венчикпен жақсылап араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Жұмыртқаларды бір-бірден жарып араластырамыз. Лимон шырынын қосамыз. Ванилин қосамыз. Кілегей қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үлкенірек ыдысқа қайнаған су құйып, оның үстіне чизкейк қалыбын қоямыз. Печеньеден жасалған қамырдың үстіне кремді құйып тегістейміз. Чизкейк біркелкі болу үшін қалыпты ары-бері шайқаймыз. Чизкейкті 180 градуста 30 минут және де 150 градуста 30 минут пісіреміз. Дайын болған чизкейкті бөлме температурасында суытып, содан кейін тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қоямыз. Видеоны лайк басып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.